Бүгін мәжіліс мақұлдаған бейбіт жиналыс туралы заң жобасын Сенат осы кезге дейін 2 оқылымда қараған. Өз кезегінде жоғары палата депутаттары құжатқа жиыны 16 өзгеріс енгізіп, оны мәжіліске қайтарғаны мәлім. Түзетулердің дені ішкі істер органына тиесілі, жалпы Сенаттың заң жобасын мәжіліске қайтаруы қалыпты үрдіс. Осы арқылы заң сапасы артады. Қазақстан стратегиялық зерттеулер институтының бөлім басшысы Алуа Жолдыбалина осындай пікірде. Сенаттың мәжіліспен келіспеген бірінші тұсы ол 3 республикалық қала және облыс орталықтарында митинг үшін арнайы орындардың саны. Яғни Сенат кемінде 3 бөлікті құрастыруды ұсынды. Яғни мысалы Астанада 12 орын, Алматыда 24, Шымкентте 12, Қарағандыда 6-тан кем емес. Яғни орын саны. Одан кейін құзыретті органдарға қатысты тиесілі мысалы көптеген баптар, мысалы жаңағыдай бет әлпетін жасырмау, мысалы адам тануға кедергі болатын заттарды мысалы құралдарда пайдаланбауды талап ету міндетін мысалы Сенат оған келіспеді. Ол міндетті алып тастады.